Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін бізде 80-ші сабақ 56-шы жаттығу. Өлеңді түсініп оқы. Үйрену. Ұзын құйрық инелік, инелікке тимелік. Тікұшақты жасадық, инеліктен үйреніп. Суда жүзген балықты, бақыладық байыпты. Соған қарап жасадық біз сүңгуір қайықты. Аққұманның оттағы бүлкіл дейді қақпағы. Соған қарап белгілі паровозды тапқаны. Аяз шебер суретші салады әсем суретті. Терезені оюлап өрнектеуді үйретті. Енді балалар мәтін бойынша сұрақтарға жауап берсек. Бірінші сұрақ. Ғарышқа ұшу қалай пайда болды? Ғарышқа ұшу ең алғаш рет инелікке, құстарға қарап жүріп, ғарышқа қалай ұшуға болатын ойланып, зерттеп, сол инеліктер мен құстарға қарап, ең алғаш тікұшақтар мен ұшақтар ойлап таптық. Осылайша ғарышқа ұшу пайда болды. Екінші сұрақ. Адам қайықты қалай ойлап тапты? Адам суда жүзіп жүрген балықтарға қарап, ең алғаш рет ағаш қайықтарды ойлап тапқан. Үшінші. Бу машинесі қалай дүниеге келді? Бу машинесі отта тұрған құманға қарап, бу машинесін ойлап тапты. Адам табиғат құбылыстарынан тағы нені үйренуі мүмкін екенін топта талқыла. Адам табиғат құбылыстарынан, мысалы, күн бұлттанса, көп ұзамай жаңбыр жауатынын болжаған, ал құстар қайта бастаса, күн суытатынын болжаған. Өлеңнен тәуелдеулі сөзді тап, сол сөзді үш жақта жекеше көпше түрде тәуелдеп жаз. Өлеңдегі тәуелдеулі сөз бұл қақпағы сөзі, жекеше қақпағым болады, қақпағың және де қақпағы. Ал көпше түрде менің қақпақтарым, сенің қақпақтарың, сіздің қақпақтарыңыз, олардың қақпақтары болады. 57-ші жаттығу. Сөз жұмбақты шеш. Құйрығы айыр құс. Құйрығы айыр құс ол қарлығаш. Балды жақсы көретін аң. Балды жақсы көретін аң ол аю. Оқу құралы. Оқу құралы кітап. Қысы-жазы жасыл түстегі ағаш ол шырша. Жаңбырдан кейін пайда болатын түрлі түсті доға ол кемпір қосақ. Балалар, сөз жұмбақтың шешуіндегі сөзді тәуелдеп айт. Сөз жұмбақтың шешуінде бізде шатыр деген сөз шықты. Оны жекеше түрде тәуелдейтін болсақ, менің шатырым, сенің шатырың, сіздің шатырыңыз, оның шатыры болады. Ал көпше түрде біздің шатырымыз, сендердің шатырларың, сіздердің шатырларыңыз, олардың шатырлары болады. 58-ші жаттығу. Төмендегі сөйлемдерден адырна мәтінін құрастыр. Балалар, мына төмендегі сөйлемдерді мен ретімен қойып шықтым. Осы ретімен оқып шығатын боламыз. Бірінші сөйлем. Адырнаны дайындау үшін алдымен ағаштан құрап шанақ мүйіз жасайды. Екінші сөйлем. Сонан кейін мүйізге жағалай құлақтар бекітіліп, ішектер байланады. Үшінші сөйлем. Сонан соң шанақтың асты үсті терімен қапталады. Төртінші сөйлем. Дайын болған аспапты екі тізенің үстіне қойып, оң қол және сол қол саусақтарымен ойнайды. Келесі тапсырма. Алдымен, сонан кейін, сонан соң, ақырында сөздерін пайдаланып, зат есімді талдау үшін не істеймін тақырыбында 7-8 сөйлемнен тұратын мәтін құрастыр. Алдымен
зат есімнің ережесі мен сұрақтарын еске түсіремін. Берілген мәтінді түсініп оқып шығамын. Сонан кейін сұрақ қоямын. Сонан соң тапқан зат есімдерді тексеріп шығамын. Зат есімдерді негізгі және туынды зат есімдерге ажыратамын. Ақырында зат есімдерді талдап, зат есімдердің астын сызамын. 59-шы жаттығу. Берілген тақырыптың біреуімен хабарлама жаз. Бірінші, зат есім туралы не білдім? Зат есім заттың атын білдіретін сөздер. Ол кім, не, кімдер, нелер деген сұраққа жауап береді. Екінші, сөйлеуімізде зат есім қандай рөл атқарады? Зат есім сөйлеуімізде өте маңызды рөл атқарады. Зат есім негізгі және туынды зат есім болып екіге бөлінеді. Негізгі зат есім ол бір түбірден сөзден тұратын зат есімді атаймыз. Ал негізгі зат есімге жұрнақ жалғану арқылы пайда болған зат есімді туынды зат есім дейміз. Балалар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Видеоға міндетті түрде лайк басып, каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Сол кезде кейінгі шыққан сабақтарды бірінші болып көретін боласыздар. Назарларыңызға рахмет.